Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін boolean функциясын өтеміз. Boolean функциясын өтеміз. Бірінші жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Мысалы, әрқашандай бір төртбұрышты жасайық. Төртбұрышты жасадық. Осындай тік төртбұрышымыз пайда болды. Енді осы тік төртбұрыштың үстіне мысалы шеңбер сызайық. Бұл шеңберімізді өсірейік. Бұны add емес, new ретінде өсірейік. New десек, жаңа бөлшек пайда болды. Міне бірінші part 1 бөлшек бірінші астындағы, екінші бөлшегіміз мынау үстіндегі шеңберіміз. Енді бұл екі бөлшекті қалай қосамыз бір-біріне? Мысалы, делік жұмыс істеп болдық, содан кейін бір бөлшек ретінде шығаруымыз керек. Көбінесе 3D принтерден шығару үшін екеуін қосып, бірыңғай бір бөлшек ретінде шығарған қолайлы. Сондықтан ол үшін boolean функциясын қолданамыз. Booleanды таңдасақ, содан кейін бірінші бөлшекті таңдап, екінші бөлшекті таңдасақ, окейді бассақ, екеуі де міне бір бөлшек болып кетті. Осы boolean екі немесе одан да көп бөлшектерді бір бөлшек қылуға рұқсат береді. Бірақ мынандай нәрсе бар. Бұл бөлшектер бір-біріне тимейтін, жанаспайтын болса, ол бөлшектер бір бола алмайды. Міндетті түрде олар жаңасу керек. Осымен сабағымыз тамам. Сау болыңыз.